Наратты көрсең, наратты көр дегендей, наратты көрген жан жәннатты тірі көріп тұрмын ба деп, көзін бір уқалап жібермесе не қылсын. Тегі табиғатта шабыттанып алған білем, 40 сұлуға тамсандырып барып, 41-шіде қыз жібекті жарқ еткізетін ақындардың айласына басып, дала шіркінде шырайым бірден бірге әсірелей түсіп дегбіріңді құртады. Осы әзірде сулары еркек қойдың сорпасындай кілкіп жатқан тоқ арналы күне сөзенің қарсы қуып қылаң ұрып келе жатып, оның бір бүйірден бұлаң етіп, қай кезде бұрылып кеткенін барлап үлгірмей-ақ, ақ батаға жайылған аялы алақанға ұқсап, бар ықыласымен емініп тұрған нараттың көк дөңбек кереге тауларына кез боласың. Одан ары асудың ернегіндегі мың ирек бұрама жолдар мен төбен көкке тигенше бір өрлеп ал да, ақ өзен қайдасың деп құлдилап бер. Қос қапталдағы анау қараған көз таларлық шақпының бұдыры жоқ жазығы, әйгілі Адуынгер қосыла шапсын сенімен. Адуынгерге көз айдын болдыңыз ба? Енді міне алдыңда әркімді бір асық қылған ақ өзен, өзін сонша бұлда болғанына балаша мәз болып, сақ-сақ күліп қарап жатсын. 1000 шақырым, неше мың шақырым жол шектіріп, бұл елге ақ өзенді іздеп таптырған неткен сезім десейші. Сұлулықтың сапарындағы елдік демей не дейсің? Иә, ақ өзен, үйсін бабам үйтігіп, күн астана қозыры жүрген қан жайлау, таң жарықты жырмен тербеп әшімді күймен әлдейлеген дарын дала, жұтынып тұрған жаздың айы шілдеде, жаңа ғасырдың таңғы арайымен тәтті түстей күйгеніп, ертегінің елін айналып бара жатты. Гүлі қайсы, көбелігі қайсы айырып болмас, осынау жұлды жауып кеткендей жымын қаққан атлас реңікті дала, бірақ күнде қиғыз қала көріп, қағанағы қарқ, сағанағы сарқ болды да кетті. Аңыздағы ақ құстан жаратылған халықтың арманына тартып туған аққу қала, құш жолынан жаңа ғана бөлініп ұшқандай, бабалардың мекенінде болашаққа гагагадап барады. Анау етегі көк орай шалғынға көмілген, аққудың жұмыртқасындай аяулы ақ үйлерді аралап кетіңізші. Түрулі есіктен еңкейіп, жібек бе баян ба, қордың қызы қорлығайын шығып келе жататындай елегізіп болмайсың. Ағаштан иіп, киізбен жапқан қазақ үй. Үй деуге сірәді қимайсың. Тұрған бойы сән өнерінің сарайы, көркемдіктің көрмесі. Әне, бүкіл дала гүлі ошарылып үйгеніп алғандай, әйел қолымен киіз үйдің ішін қызыл-жасыл сезімдерге толтырып жан тербеп тұр. Бөрігінен кебісіне дейін кестелеп киім киіп, есігінен төріне дейін оюлап дүние ұстайтын. Айта берсең, тал бесіктен тас бейтке дейін тұтас құмыры әсемдік аясында, сән салтанат ішінде өтетін бабалар заманы, дегдар дала мәдениеті, адам баласының жарық дүниеге деген өлшеусіз махаббатын алтынды саусақтар мен айшықтап тұрғандай. Осынау дала талғамын тамашалап жүріп, таңдайыңды қаққан сайын, өзіңнің басқа емес, жаңылып жазбай, қазақ сынды бекзат болмысты халықтың бір төлі болып жаралғаныңа мың риза болып, шар құрып кетесің. Айналаға масат сезіммен еңселеніп қарайсың. Иә, қай жағыңа қарасаң да, бүгін ақ өзеннің әр түкпірі
көз емдеген көркем сурет, күндір музыка. Әне, сақына жақ теңселіп кетті. Төрағалар мінбесінің алдында сындардай бір атты жігіт, Іле Қазақ автономиялық облыстық 13-ші кезекті ақындар айтысының дайындық жұмыстарының аяқтағанын хабарлап, мұрасымды бастауға рұқсат сұрап тұрды. Сол-ақ екен, Ақөзеннің алқабы әйрәм-мәйрәм болып, пері қызын ұзатып жатқандай тырду болып кетті. Ассалаумағалайкум, армысыздар. Сал сезім, сауықшы салт, санаң анық. Ертіс еміл іленің суын ішкен. Бас қосты сайгүліктер сараланып. Әнге толды Ақөзен бар алабы, сәнге толды тау іші қала маңы. Елімнің ақ тілегін арқалаған, армысың ел ағасы даналары. Мұнау бір табиғаттың көрмесін көр, айналдым пейіліңнен көл көсірел. Тілінен бұлдырылген бұлбұл көмей, бармысың ақын жырау термешілер. Шырқалсын ақындардың шымыр жыры, жай қалсын сонай тоғын ғұмыр гүлі. Осынау ұлан байтақ сақарада, өнердің ашылады шымылдығы. Қол құтып тойға бары дүйім көпті, бір жақ сой барша жұртты күлімдетті, күнестің оймен қырын дүбірлетті, ораған шапағына таң сауғалып, өлең той арман еді аң сауланық, көтеріп мәртебеңді биіктеткен, өнердің салтанатын қарсы алғалық. Тәңір тау неткен биік зеңгір еді, тоғысқан зеңгірмен ел жүрегі. Өнерпаз жүйріктерді бастап алға, биіктеп айтыс туы желбіреді. Жазғандай аспан менен ара ғасыр, гүл жайнап жасыл жайлау дала жатыр. Қазақтың кір шалмаған көңілі боп, қос аққу самғап биік бара жатыр. Сезіммен сетер саңлақ базыналы, ұсынар ұл өнердің жазын әлі, алдында ақындардың маңғаз басып, келеді айтыс әділ қазылары. Көрінген көзге ыстық ұнамдары, маңдайға басқан елдің ұландары, алдыдан барады өтіп, жарқ жұрқ өтіп, жайырдың түлеп ұшқан қырандары. Ізеттеп ақиқатты ары құптар, тас жайнап шабыттанса жалын ұрттар, тіленіп жан жағына қаранады, Алтайдан ұшып келген ағиықтар. Ден қойсаң ұлпа өлің жырға мақпал, есеңді айдан тартып жылдан апқал, қарайды қара көзден сәуле шашып, іледен қанат қаққан мұз балақтар. Шебер қол тылсым
өнер гүлін шегер. Өрел ой талаптыған ұрын себер, түрленіп тұтығыздай келе жатыр, бой түзеп өңкей сүйрік сұлу шебер. Жүректі нұрландырған нәрі барып, өнердің жайнай берсін бағы жанып, ашылған алуан гүлдей сәнгер тобы, ылайым жүрсін көздің жауын алып. Жігітті тәлім түзеп бағабаптар, бол сорай жақсыларды жағалап қал. Келеді талай арыс майдан көрген, адамнан асып туған азаматтар. Осылар аңыз болған ертектегер, ел үшін жанын қинап тер төккендер. Көрсетіп ерен қимыл қил әрекет, адамның ұлылығын көрсеткендер. Бұлшық ет бұлтылдаған балық бейне, жығатын қағып кейде шалып кейде, балуандар нығыз басып жүренеді, орасан құз жауырын алып кеуде. Қара жер салмағынан қайысқандай, олармен шамағайда алысқандай, жақындап қарсына келген жанның қарадай қабырғасы майысқандай. Келіскен киім киіп үр жаңадан, жайнатып кеудесіне гүл қадаған, келеді бапқа жүйріп майталмандар, білетін білгірлігін бір қараған. Әркімнің тәбет өзге аңсауы бар, десе де бұндайда кім аңтарылар. Түсініп барлығына қамқор болған, жасасын күтушілер саусағы бал. Әркімнің тәбет өзге аңсауы бар, десе де ондайда кім аңтарылар. Түсініп барлығына қамқор болған, жасасын күтушілер саусағы бал. Найзағайлы оттан сұрар, өжетті көрге басқан топтан шығар, сұңқардай тұғырдағы жалт-жұлт етіп, қарайды ат үстінен көк баршылар. Бұл ойын ер көңілге ұнап ерде, болысып арсы көрсі құлаш серпе, сықырлап таралғылары тартысқанда, кетеді қақпақыл боп ылақ серке. Кіл жүйрік қусаң құсты ілдіргендей, боласың бойыңда бір нұр жүзгендей. Сән самал жануардың үсті қандай, адамды бұлбұл қағып жүргізгендей. Жастарын тұрса қолдап халқы кенен, кетпейме шырқап биік шалқы бөлең, қыз жігіт қыз қуарға келе жатыр, елінің шабыттанып салтыменен. Қыз қуар ойныда бір жүлен екен, сап көңіл саналылық тірек екен, қыздардың қолындағы ақ таспа қай жігіттің жотасын тілер екен. Десетін сауғысына білесін бер, далада саят құрып жүретіндер, жалайыр çoрақ оқсап қырам баптап, келеді құстың тілін білетіндер. Бағамдап құспен аңды түсте бұғып, есебін ел қайтпайтын ішке бүгіп, қарасаң әрігәсі бәрі сауық, қызығың таусылмайдау құспегілік. Беретін әр сөзінен өнік асыл, ойында үлкендердің өрі жатыр. Қызықтап мынау жаңа замананы, көз қыстық күні көздер келе жатыр. Атана шалқып бүгін күліңіздер, кім өзін сіздер барда іріміздер. Ауылдың асыл көркі сіздер, көп жасап ортамызда жүріңіздер.
бірыңғай атқа мініп қылаң баран, қыз жігіт барады өтіп бұлаңдаған, өрелі өрендерім көп жаса деп, қуанып қалың қауым ұрандаған. Құлпырған сұлу қыз ер жігіт қандай, көрген жан өз өмірді ұмытқандай, шақпының баурайында гүл ашылды, мұндайда тұрама жан ұрықтанбай. Жан болса тілсім өнер жолын ұғар, тәттәнің сән көңілге толы мінар. Бір шаққы ат үстінің салтанаты, қазақтың 62 қоңыры бар. Өрелі ойғымтылса үйірлесің, көңілің оған еге сүйінбесін. Сал сері тарт домбыра соқ барабан, сол қылдап қарт теншән дүрілдесін. Түйелер жүріп тарих жүлгесімен, сан ғасыр сахараға өйлесімен, тағы бір түйелі көш сән түзепті, жарасып нарға артқан күймесімен. Бергізген қымбатынан баға көшке, бесігі сұлулықтың далы емес пе, күймеден қыз бен жігіт ән шырқаса, Қыжыбек төлегенді салады еске. Іле Қазақ автономиялы облыстық парткомның шу жүйелін тенші, 13-ші кезекті ақындар айтысы басталды деп жар салғанда, онсыз да шалқу жеткен көңілдерді лекте түсіп, күміс қанат бақыт құсып, барша жұрттың басынан шыр айналып биіктей берді. Түсті шарлар шар құрып, ақ бейіл аспаннан, бауыры бүтін туырлығы тұтас елдің бөлінбеген еншісі шәшу ырыс жауып, жан жазирасын ырғынға кенелтіп кетті. Байтақ жоңқа даласын арайға бөліп, бай бақуат, беймарал заманның бақытына желбіреген 5 жұлдызды қызыл ту, 80 жылдың сәтінде бір тамаша сәнімен Ақөзеннің аспанына лапылдап өрлеп барады. Мемлекеттің мерейімен нарттай жанған сүйікті жалау сақара жұртқа, Астана елінің олимпиада ойыны өтінішінің қалғарада қабыл болғанын қуаныш етіп алақайлап тұрғандай. Жалпақ жаһан марапаттап жатқан осы қуанышты Іле Қазақ автономиялы облысының бастығы Алпысбай Рақымұлы да өз сөзіне беташар етті. Құрметті басшылар, қонақтар, қадірлі көрермен қауым, Іле Қазақ автономиялы облысының 13-ші кезекті ақындар айтысы, осынау асқаралы таулары, алқарақ көк орманы бар, сарқырап аққан өзені, керіліп жатқан кезеңі бар, құтқа толы қойнауы, жасыл манап жайлауы бар, тауы алтын, тасы күміс, ағашы жез, топырағы торқа, суы сорпа, ауасы шәрбат, алқабы жәннат, көрікті күнес сахарасының әйгілі Ақөзен жайлауында салтанатпен өткізіліп отыр. Қара таудың басынан қазақ көшімен бірге сан ғасыр көшіп, күні кешегідей құнымен өнер керуенінде қоңыраулап келе жатқан айтыстың шын мәнінде байсал тау, сәлиқалы салтқа жара, ұлан асыр тойғыласуын, әрине партия мен үкіметтің ұлттық өнерімізге өркениетін айтып маңыз беруінен бөле қарауға келмейді.
Осы бір хақиқатқа айтылған алғысқа ұқсап, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия, автономиялы районның төрағасы Әбілет Әбдірешиттің айтыскер халыққа арнау сөзін, автономиялы райондық халық үкіметінің орынбасар бас хатшысы Арып Зұрғанбекұлы жеткізген тұста шатырлаған шапыда мөсеуде қаттап ала жөнді. Қонақтар, жолдастар, достар, Жүңгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 80 жылдығын құттықтап отырған қуанышты мезгілде Іле Қазақ автономиялы облысының 13-ші кезекті ақындар айтысы Көркем Күнес ауданында салтанатпен өткізілді. Осы орайда мен автономиялы райондық партком, автономиялы райондық халық үкімет атынан ақындар айтысының басталғандығын қызу құттықтаймын. Ақындар айтысына қатынасып отырған ақындарға, өнерпаздарға өскелең құрмет білдіремін. Осы өлең тойды жақсы өткізу үшін жар құлағы жастыққа тимей қызмет еткен автономиялы облыстағы әр дәрежелі басшылардан, егінші малшылардан шынайы қал сұраймын. Бас Шужи Жанзымен халық жұртшылығының ақыл парасаты мен жасампаздығын сәулелендіруге табанды болып, таңдаулы мәдениет дәстүрлерінде мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, адамзат мәдениетінің жемістерін қабылдап, және оны айны етіп, реформалау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысының ұлы әмелияты барысында бастан аяқ озық мәдениеттің даму беталысына уәкілдік еткенде ғана социалистік рухани өркениет құрылысы орасан зор абзалдылығы мен бауырау қуатын әйгілей алады деп атап көрсеткен. Таңдаулы ұлттық мәдениет дәстүрлерін жалғасты сәулелендіру, егін мал шаруашылығы өңірлерінің мәдениет құрылысын ілгерілетуде маңызды рөл атқарады. Іле Қазақ автономиялы облыстық 13-ші кезекті ақындар айтысының табысты болуын тілеймін. Өлең тойдың тілеуінде болып, өзгенің қуанышына, өз қуанышындай ортақтасқан автономиялы районның орынбасар төрағасы Мәмтімен Зәкір қазақ өнеріне деген қалтқысыз құрметін, үміті мен тілегін жомарт жүрекпен былай деп жеткізді. Жүңгі Коммунистік партиясы құрылғанлығының 80 жылдығын қызғын тәбриклеп атқан Бейжіңнің 2008 жылдық Олимпик тәнтәрбие полиэтнолипер оқуны ғалбілік қол келтірген бүгін күнде Іле Қазақ автоном областық 13-ші нәвәттік ақылла етіш мәшһүр саяхат районы Көнәс найысының нарат отлығы güzel Ақүзен яйлығыда тәнтәнлік етілді. Автоном райлық партком, автоном райлық халық үкіметі bu faaliyetki intayin köngül böldi. Men yolga çıkış aldıda 60 aylık partkom halk hükümetining köplüge rehberleri ulağa vakaleten bu kat yığılışını kızgın kutulaşını tapşırdı. Eli Abdüm Rayı'nın reisi Abdurşit mühim yazma söz kıldı. Bu yerda men Abdumraylık partkom xalq hükümeti vakaleten bu navbatlik aqılla etishning g'albilik elib berilganligini qizg'in tabriklayman. Bu qatimki aqılla etishga qatnashgan barliq aqılla do'stlar, mehmonlardan samimiy so'rayman. Soңыра түсіп, бағыланның еті бұлқып, балғымыздың исі ауан алған тойлауылдың есі. Күнес ауданның әкімі Болатбек Әнуәрбекұлы қонағуарлық танытып, үйім жұртқа отағасылық ілтипатын білдірді. Жақсы лепес жарым ырыс дегендей, автономиялы райондық саяси мәслихат кеңесінің төрағасы Жәнәбіл Ысмағұлұлы мен автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия Асқат Керімбайұлының тойға жолдаған құттықтау сөзін Іле Қазақ автономиялы облыстық парткомның орынбасар Шужия Тоқтар Әлбәтірұлы шаршы топқа жеткізді.
Қадірменді егінші малчы қауым, ақын өнерпаздар, тұтас Жүңқа топырағы мерекелік түске бөленіп, әр ұлт халқы Ұлы Жүңго Коммунистік партиясының 80 жылдық мерей тойын тойлап, шаттық мерейге шомған дәл осы кезде Іле Қазақ автономиялы облысының 13-ші кезекті ақындар айтысы зор жиыны көрікті еленің көрінісі көз сүріндіретін Күнөз сақарасының көгал жайлауы Ақөзенде салтанатпен ашылып отыр. Осындай бір думандыда дабыралы өлең тойға құттықтау хат жолдағаныма айрықша қуаныштамын. Әрі ақындар айтысы зор жиыны салтанатпен ашылғандығын қызу құттықтаймын. Дүние есігін өлеңмен ашып, жер бесігін өлеңмен көмкөретін еліміздегі қазақ ұлты тұтас Жүңқа мәдениетінің алып дәриясына өлең бұлағымен қосылып, ақындық өнерімен үлес қосқан, еліміздегі туысқан ұлттар қатарында еңбек етіп, өз тарихын өлеңмен жазып, өнермен кестелеп келген зерделі ұлт. Сондықтан да халқымыз өнаралды қызыл тіл деп, ақындықты өлең өнерін өзгөше жоғары бағалайды. Соңында өлең тойларыңыздың тамаша табыспен аяқтауын тілеймін. Жанабыл Смағұлұлы, 2001 жылы 13 шілде. Төменді Асқат Фушуидің құттықтау телеграммасы. Жүңго Коммунистік партиясы Іле Қазақ автономиялы облыстық комитетіне, Іле Қазақ автономиялы облыстық халық өкіметіне, Іле Қазақ автономиялы облыстық 13-ші кезекті ақындар айтысы өткізілу қарсаңында мен автономиялы райондық партком атынан ақындар айтысын қызу құттықтаймын. Ақындар айтысының табысты болуын тілеймін. Автономиялы райондық парткомнан Асқат Керімбайұлы, 2001 жылы 10 шілде. Автоном районының орынбасар төрағасы Дәлелқан Мәмиқанұлының құттықтау хаты. Мен автономиялы райондық халық өкіметі атынан жиналысты қызу құттықтаймын. Облыстың әр жерінен келген өнерпаздар мен ақын достардың осы ұлы тойда тың табыстарға қол жеткізулеріне тілектестік білдіремін. Дәлелқан Мәмиқанұлы 2001 жылы 13 шілде. Автоном райондық саяси кеңесінің орынбасар төрағасы Бекмұхамед Мұсаұлының телеграммасы. Ақындар айтысының тамаша табыспен аяқтауын тілеймін. Салт дәстүрлерінің көбі мейірімділікке құрылатын халқымыздың жан жомарттығының символындай ақбата, көптің көсегесін көгершемдеумен күн кешкен ел ақсақалдарының аузынан ақтарылғанда, шарапатты тілек шып-шырғасы шықпай бойға дарыс екен дегендей, бұқара қалып айрандай үйіп, ішпей жемей жарылқанып қала берді. Бір халықтың қуанышы мен құштарлығын бауырын алып шайқап жатқан Ақөзен солайша сезім патшалығына айналып, жанды жансыз сұлулық атаулыны түп-түгел тілге келтіріп, тірілтіп әкетіп барады. Төскей беттегі үйірім-үйірім қарағайлар да дала дәуренің қызықтап қалуға асығы саттанып, етегін түріп, етекке жүгіріп түскен бойда состиып тұрып қалғандай. Сан өнердің сұмдық сыйқыры мен мың уланып, жүз оянған Ақөзен шара-шара шаттық ішіп, көркемдікке келелеп жатты.